Өскеменде жоғарғы оқу орындары арасында облыстық универсиада басталды. 200-ден астам студент қатысып жатқан спорттық сайыс 2 аптаға жоспарланған. Шараға әзірге 5 білім ордасы ғана қатысуға ниет білдіріпті. Әйтсе де студенттер қауымының спорттық додаға деген қызығушылығы ерекше. Сол себепті сайыс дәстүрлі болмақ дейді ұйымдастырушылар. Аймақта алғаш рет ұйымдастырылып отырған универсиадада жастар волейбол, баскетбол, футбол, үстел теннисінен өзара сынға түседі. Біздің облыс қай спорт түрінен болмасын үнемі тек жүлделі орындар алады. Сондықтан Шығыс Қазақстан нағыз спорттық өңір деп айтуға болады. Менің ойымша дәл осындай универсиада жастардың бойындағы интернетке тәуелділікті жойып, оны ығыстыра алады. Өйткені бұл нағыз белсенді демалыс түрі. Футболмен айналысқаныма 8 жыл болды. Сол 8 жылдың 4 жылын осы өзімнің университетімнің атағын қорғауда жүрмін. Көптеген жарыстардан жүлделі орындар алдық. Қарсыластарыма тілейтінім тек қана сәттілік, өзімізге жеңіс тілеймін.